Төріңнен көрің жақын қалған кездегі құлшылық әрине жас кездегі құлшылықтай емес. Жалпы құлшылық ғибадаттың салмағы, құны, сауабы мекенге, заманға және адамға қарай өзгереді. Қасиетті мекенде қылынған құлшылықтың сауабы еселенетін болса, қасиетті күндер мен түндерде қылынған құлшылық тағы да сауабы артады, құны артады. Және үшінші фактор ол адамның өзіне қарай. Мысалға, нәпсің алып ұшып тұрған жас кезіңде құлшылық жасау менен нәпсің басылып, әлің кетіп, қартайған шақтағы құлшылықпен екеуі екі түрлі болады. Нәпсі алып ұшып тұрған кезде, жастық максимализмнің шыңында тұрған кездегі құлшылық, мешітке бару және қажылыққа барып, умраға барып, сондай Алла жолында құлшылық қылу жас кезде бұл мүлдем басқа жағдай. Бұның сауабы өте жоғары. Сол үшін де хадисте пайғамбарымыз ертең қиямет күнінде көлеңке жоқ кезде кейбір жеті топ адам Алланың көлеңкесінде болады деген кезде жүрегі мешітке байланған жас дейді. Жас жігіт. Жастық кезде жүрегіңіз мешітпенен, Алланы еске алатын жерлерменен, құлшылықпенен байланған кезде ол жастың сауабы өте жоғары. Әрине, қарт кезде, нәпсі құмарлық басылған кезде, төріңнен көрің жақын қалған кездегі құлшылық әрине жас кездегі құлшылықтай емес. Күші бар кезде, қуаты бар кезде адам өзін құлшылыққа арнап жақсылық жолда, ізгі жолда жүрсе, қартайған кезде Алла оны сақтап қояды. Өйткені мән хафиза фи сиғарихи хафизаллаху фи кибарих дейді, арабтарда сөз бар. Кім жастық кезінде өз-өзін сақтаса, қартайған кезде Алла оны сақтайды.